Баршаңызға қайырлы күн. Миға шабуыл әдісін қолдану туралы қысқаша мәлімет беріп өтемін. Миға шабуыл әдісінің мақсаты миға шабуыл проблемаларды шешуге, инновациялар немесе жаңа идеяларды ұсынуға, дерексіз идеяларды нақтылауға немесе жүзеге асыруға, тым үлкен және жету қиын идеяларды жеңілдетуге, шығармашылықты ынталандыруға және сыни тұрғыдан ойлауға үйретуге бағытталған. Сыныптағы миға шабуыл пайдалы оқыту стратегиясы. Бұл идеяларды тудыратын және мәселелердің шешімін табуға көмектесетін қуатты құрал. 1939 жылы креативті мәселелерді шешу әдістерін алғаш рет әзірлеуді бастаған жарнамалық менеджер Алекс Осборн болды. Ол өз басшыларының шығармашылық қабілетін жетілдіріп, дамытқысы келді. Кейбір оқушылар топта сөйлеуге құлықсыз болуы мүмкін, бірақ оны бірнеше негізгі қадамдарды орындау арқылы жеңуге болады. Миға шабуыл жылы достық қолдау көрсететін ортада өткізілгенде ең өнімді болады. Топта пікірталас ортасын орнатуға тырысыңыз. Идеялардың сапасына емес, санына мән беру, оқушыларды қалыптыдан тыс ойлауға ынталандыру. Бастапқыда идеяларды жинауға назар аударыңыз. Жинау кезеңінде топ мүшелерінің бағалауы мен сыни пікірлеріне жол бермеу. Мұғалім ретінде барлық студенттерді сессияға қатысуға ынталандырыңыз және мүмкіндік беріңіз. Сыныпта миға шабуыл әдісі қалай жұмыс жасайды? Сыныптағы миға шабуыл оқушыларды бір тақырыпқа немесе белгілі бір мәселеге ұжымдық назар аударуға және идеялардың еркін ағыны мен мәселені шешуге ықпал етуге ынталандырады. Алдымен сыныптың немесе топтан топ басшысын таңдаудан бастаңыз. Содан кейін мұғалім сұрақ қою, проблема қою немесе сабақтың тақырыбын таныстыру үшін миға шабуыл сессиясын бастайды. Содан кейін оқушылар сұрақты тақырыпты қарастырады және қысқаша мәлімдемеде мұғалімге өз идеясын береді. Идеялардың неғұрлым көп болғанына көңіл бөліңіз. Қажет болса, идеялар жасырын түрде айтылуы немесе стикерлерге жазылуы мүмкін. Оқушылардың жауаптарын талдау. Яғни дұрыс және бұрыс жауаптарды анықтап жазып алу қажет. Оқушылар идеяларды жазып алып ойларымен бөліседі. Барлық мүмкін болатын мәселелерді шешу идеялары мен шешімдерін талқылап, олардың барлығын жазып алу керек. Оқушылар дауыс беру арқылы ең жақсы идеяға дауыс береді. Шешім ретінде ең жақсы идеяны таңдап алады. Дауыс беру мен талқылаудан алынған барлық қорытындыларды жазып алады. Осы видеодан пайдалы білім аласыз деп үміттенемін. Іске сәт арнамызға тіркеліп, өз идеяларыңызбен бөлісіңіз.